Қайырлы күн. Бүгін біз донер жасаймын деп шештім. Донер жасап жиектеп донер жегіміз келді. Ең бірінші біз осындай филені аламыз. Филені жақсылап жуып тазалап, соломка ретінде тураймыз. Қызып тұрған табаға май құямыз. Тураған куриный филені салып, қуырып аламыз осы табаға. Дәміне қарай тұз саламыз. Қара бұрыш кішкене саламыз, көп салмаймыз. Дәм шығу үшін. Және соевый соус салса болады, салмаса да болады негізі. Сочный болып піседі, негізі бұлар сухой. Біздің филеміз піскенше картошканы соломка ретінде турап қоямыз. Турап, тұзды суға салып, кішкене 10-15 минутқа тұзды судан алып, салфеткаға қойып, бәрін кептіріп аламыз. Міне картошкамыздың бәрін турап алдық. Бұны енді жақсылап қуырып аламыз, қызартып тұрып. Міне достар, майымыз әбден қызыды. Әбден қызғаннан кейін ақырындап картошкамыз саламыз. Абайлап саламыз, шашырап кетуі мүмкін. Шетке тұрып, байын салса да болады. Қызып тұрамыз. Әбден қызыды майымыз. Бірден араластырамыз. Филемізді осылайша қызартып тұрып, қуырып майға. Майын әбден сілкіп алып, кетіп аламыз. Міне фри әдемі болып пісті. Майын осылай салфетканың үстіне қойып қойыңыз, май сіңсін деп. Араларын ашып қойыңыздар. Енді помидор огурцымызды турап аламыз. Тоже соломка жұқа қылып турасақ жақсы болады негізі. Огурцты жұқа етіп соломка қылып турап болдым. Бұларды бүйтіп қойып қоямыз. Енді біз сырды тураймыз. Міне сырымызды жұқа етіп турап алдық. Және де міне мынандай корейский салат бар, осыны қосамыз. Бізде салат міне фри, бәрі дайын. Филеміз әдем болып піскен, сочный болып. Помидорымыз бәрі соломка қылып туралған. Соусына мынандай 3 желания маймен, кетчуп тоже 3 желания шашлычный, бірақ осылармен дайындайтын боламыз соусты. Міне соусымызды дайын. Енді донердің өзін жасаймыз. Қамырын аламыз, тестасын, лаваш. Негізі ортасынан істесе болды, бірақ мен шетінен жағып бастаймын. Филеміз саламыз. Филе сочный болу үшін помидор саламыз одан кейін. Огурцы. Әрқайсына кішкене қылып саламыз. Көп салып жіберуге болмайды. Саламыз. Сыр саламыз. Сырдан осылайынан салсақ жетеді. Енді жинаймыз.
осындай әдемі донер пайда болады. Бұны қызып тұрған сковородкаға қоямыз. Осы қызып тұрған табаққа үйсіп салып қоямыз. Міне донеріміз дайын болды. Сырты хрустящий, іші сочный, енді дәмі әдемі болды. Сіздерде донер жасағыларыңыз келсе, осы менің рецептіме қарап жасаңыздар, өте әдемі болады, дәмді болады. Сіздерге осы видеом ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазып қойыңыздар. Сау болыңыздар.